Биыл Ақтөбенің өнеркәсіп аймағында силикат кірпіш шығаратын зауыт іске қосылады. Бұл құрылыс саласын сапалы жергілікті өнімдермен қамтуға мүмкіндік береді. Зауыт салынатын алаңды өткен демалыс күндері облыс әкімі Бердібек Сапарбаев барып көрді. Сондай-ақ өңір басшысы тарихи өлкетану музейінің және күрес сарайының құрылысымен танысты. Көктас Ақтөбе компаниясының силикат кірпіштер шығаратын екінші зауытының іске қосылуы құрылыс саласына жаңа серпін бермек. Жоба құны 2 миллиард теңгеден асады. Көктастың бұрынғы жалғыз кірпіш зауыты нарық сұранысын толық қанағаттандырмай келген. Он не покрывает потребность в первую очередь области. Второе, у него большая потребность есть из других регионов Казахстана. Бұрынғы зауыт біріншіден облыстан, екіншіден басқа өңірлерден түсіп жатқан сұраныстарды қанағаттандырмайды. Кірпішті нарыққа аз шығарып келді. Болашақта Ресейге экспорттауды жоспарлаған болса, екінші зауыт міндетті түрде іске қосылуы тиіс. Темір жол бар, автомобиль жолы да сайрап жатыр. Газ құбыры келіп тұр, сондықтан жұмыс жасауға бар мүмкіндік қарастырылған. Жаңа зауыттың ашылуы айына 10 миллион силикат кірпіш шығаруға қуатты. Жалпы бұл компания 1997 жылы құрылған. Қазіргі күні 200 жұмысшы қызмет етеді. Өнімдері Батыс Қазақстан облыстарына жеткізіледі. Сонымен бірге Ресейге де экспортталады. Енді екінші зауыт тамыз айында ашылған кезде нарықтағы бәсекелестікке төтеп беру мүмкіндігі артпақ. Жаңа өндірісте 40 адам жұмыс жасайды деп күтілуде. Бұл зауыттың ерекшелігі, былай қарасаңыздар, автоматика. Бәрі жерде ішінде адам саны аз, бәрі автомат өзі есептеп, өзі шығарып. Сосын бұның не жері экология жағынан. Мысалға, сыртқа қазір известейміз, оны істеген кезде, оның бәрі өз-өзіне қайттан өңделіп кете береді. Далаға ешқандай ештеңе лақтырылмайды, сыртқа шығарылмайды. Сосын ішінде қайттан өзім, например, мына жерде айтып отырық, газ бен электр энергия шығарады. Оның да өзіне ертең себестоимостьіне кәдімгідей әсер ететін болады. Өңірде бұл саланың қарқынды дамуын Батыс 2 шағын ауданынан да көруге болады. Облыс әкімі бұл жерде салынып жатқан тарихи өлкетану музейінің құрылысын көрді. Құрылысшылар ызғарлы ауа райына қарамастан демалыс күндерінде жұмыс жасап жатыр. Бұл ғимараттың салынуын Алтын Қыран компаниясы қаржыландырған. Инвестицияның жалпы құны 400 миллион теңге. Құрылыстың ауданы 1000 шаршы метрден асады. Цветовая гамма уже разная есть. Ғимараттың сыртына әртүрлі түстерді таңдап алуға болады. Қас бетін ашық түсті, қалған бөлігін қоюлау, бояуға болады. Сырлы бояудың да сапасы әртүрлі. Айта кету керек, мердігер ұйым өкілдері музейге арналған жылыту қазандығын бөлек ғимарат ретінде салуды жоспарлапты. Алайда өңір басшысы музейге болашақта көрші орналасатын жекпе-жек күреске арналған ғимараттың қазандығын ортақ пайдалану керектігін айтты. Күрес сарайының жалпы құны 2 миллиард теңгеден асады. Осы жерде күрестің барлық түріне арналған үйірмелер, жаттығу залдары орналасады. Өңір басшысы мердігерлерге бірқатар ескертулер берді. Спорттық нысан биыл жылдың 2-ші жартысында пайдалануға берілмек. Айгүл Байменова, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.